Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 92-ші сабақ болымды және болымсыз етістік тақырыбын жалғастыратын боламыз. 36-ші тапсырма ребусты шеш. Ол кісі туралы не білетініңді айт. Мұнда 4 лақ, елік, 5 иненің суреттері берілген. Қажетсіз әріптерді алып тастағанда төле би деген сөз шығады. Яғни ребустың шешуі төле би. Ал енді төле би туралы не білетініңді айт дейді. Төле би қазақтың белгілі 3 биінің бірі. Қазақ халқының қалыптасуына өз үлесін қосқан 7 жарғы заңын жасаушылардың бірі. Әділ шешімдермен халық есінде қалған би. 37-ші жаттығу мәтінді оқы. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері. Ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық, шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі Қазбек би мен кіші жүздің биі Әйтекемен бірге әз тәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер халық арасына кең тараған. Мәтіннің авторы Тойшыбек Иенұлы. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша төмендегі берілген тапсырмаларды орындайық. Төле бидің кім екенін айт. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері. Ол билікке неше жасынан бастап араласты? Ол 15-20 жасынан билікке араласты. Төле би кімнің кеңесшісі болды? Ол әз тәукенің басты кеңесшісі болған. Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің? Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шың жетпейді деген сияқты нақыл сөздері көп балалар. Төле би хан болды ма? Төле би хан болған жоқ, балалар. Төле би төре би болды. Мәтіннен тірек сөздерді тауып көр. Мәтіндегі тірек сөздер төле би, шешен, қоғам қайраткері, ұлы жүз, сауатты, оқыған, 15-20 жас елге танылған, әз тәуке, кеңесші, нақыл, мәтел сөздер болып табылады. 38-ші жаттығу батаны жатқа жаз. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Батаны жазған төле би. Батадағы әр сөйлемнің мағынасын топта талқыла. Тәрбиең мен ақылың арқылы бір үйдің ғана емес, бүтін бір ауылдың, елдің мақтанышы, ақылдысы болған дұрыс. Бір ауылдың ғана ақылгөй ақсақалы емес, барлық халыққа ақылы дарыған кемеңгер ақсақал болған дұрыс. Байдаң бір адамға ғана емес, барша халыққа дегені дұрыс. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын сөздік арқылы анықта. Қарамен жазылған сөздер санасы, данасы, қолдың сөздері. Бұл жерде санасы, сана деген сөз, яғни адам психикасының ең жоғарғы сатысы. Ал дана дегеніміз данышпан, кемеңгер, ақылды деген мағынада. Қол дегеніміз адамның дене мүшесі. Ал бұл өлеңде көпшілік адам деген мағынада айтылған. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.